вараттилил Құр'ана тартила. Сосын осы Құранды намазда тұрған кезіңде мәнерлеп оқы, жаныңмен беріліп. Міне, сөйтіп пайғамбар саллаллаху артына сахабаларды атаған естетіп қосып қойды. Сөйтіп күллісі парызда тұр ғой түнде, өзіңіз ойлаңыз. Айша анамыз айтады, 1 жыл ұстады дейді Алла осы күйде. Ол оқып тұрады, пайғамбар жаңағыдай алиф лам мим деп, олар өздері түсінеді ғой оны. Намазда тұрған кезде біз жаңа түсінбегеннен көп әсер алмай қалуымыз мүмкін. Бірақ олар намазда тұрған кезде олар оны былай түсінеді ғой. Бұл дана кітаптың аяттары оқылып жатыр. Кішкене паузасы болады пайғамбар саллаллаху. Адам түсінсін дейді. Мысалы, тура жол ретінде, рахым ретінде амалдарды жақсы орындаушыларға көп нәрсені тыңдап жатыр. Ол әлгі намазды тұрақты атқаратындар ғой. Және де жанның тазалығын жасап, малдарынан садақа беріп жүргендер, сондай-ақ олар ақыретке шын сенгендер ғой деген сахабалар жылап жатыр ана жерде. Ойлаңыз, ол кеткісі келмейді намаздан. Түсін бе? Сол заманда, мысалы, ана кино сосы болған құрметті жабады. Күллі жүректегі ләззат, адамның жүрегінде ләззат не іздесе, Құран соның бәрін берген ғой оларға намазда. Осылай олар тұрады. Өзіңіз ойлаңыз, түннің 1/3 бөлігін, кейде түннің 1/2, ол кезден сағат сияқты жоқ қой, біз сияқты бөліп тастайтын. Түннің былай несімен қарайды. Сөйтіп олар шешеді, бүгін түннің 1/3 тұрамыз дейді пайғамбарымыз. Түннің 1/3 тұрады олар. Бүгін түннен 2/3 тұрамыз дейді. Ал бүгін жартысын тұрамыз дейді. Енді ойлаңыз, неге бұл нәрсе болып жатыр? Өйткені ана жақтағылар кеп қысым жасап атқан, жаңалар сахабаларды кеп қинаған кезде, сол қинап атқан қиналуын қалай, не арқылы көтереді адам? Ол көтере алады, егер оның түнде жүрегі Құранның қазанында болса, оның физикасымен не істеп атқаны енді бәрібір оның рухы зәратты тұр ғой. Құранмен қуаттап отырады атқаны. Телефонның батарея отырып отқан кезде не болады? Қазір мысалы кейбір телефондарда андай батареядан зарядталып атқан, бүйтіп көрсететін суреттермен түсіп баратқанын, көтеріліп баратқанын көрсетеді ғой, мысалы дегендей нәрсе. Бұл мәселе Құран жан дүниесіндегі жаңағы яқиндарын, көрдіңіз ба? Сол нәрсені қуаттайды. Ол ертең қайтадан тұрады пайғамбарымыз артында. Оны оқып тұрғанда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, өзіңіз ойлаңыз. Сондай, соның артында тұрып, Айша анамыз айтады, міне, Муззаммил сүресіне байланысты, осы намаздарды оқып тұрғаннан кейін Алланың тәлім тәрбиесін қабылдау оңай болады. Болды Раббым, құп болады Раббым деп айту үшін, ана жүрек түнде Құранның қазанында қайнаған болу керек. Әйтпесе ол күндіз бұйрықты қабылдай алмауы да мүмкін. Сондықтан осы намазды парыз еткеннен кейін аяттар түседі.